Сәлем достар, 23 жылдан бастап ИП упрощенка 3% налог төлейді. Яғни сол 3% 1,5% подоходный налог, 1,5% соцналог. Егер сіз социальный отчисленияны социальный налогтан көбірек төлейтін болсаңыз, соцналогты төлемейсіз. Мысалы, доход 490 мың теңге болса, подоходный налог 7350 теңге төлейсіздер, социальный налог 7350 теңге болды. Бірақ сіздер социальный отчисление 17150 теңге салып тұрсыздар. Яғни налогтан көбірек салып тұрсыздар. Сондықтан социальный отчисленияларыңыз төленбей 0 болып кетеді. Бұл жерде ештеңе төлемейсіздер, яғни. Одан доход, мысалы, сіздерде 2 миллион болса, подоходный налог 30 мың теңге төлейсіздер. Социальный налог тоже 30 мың теңге. Бірақ енді социальный отчислениені сіз максималкамен 17150 теңге салып тұрсыз. 30 мыңнан социальный отчисление 17150 теңге төледіңіз ғой, соны алып тастайсыз, қалған 12750 теңгені төлейсіз. Доход, мысалы, 200 мың теңге болатын болса, подоходный налог 3000 теңге төлейсіздер, социальный налог 3000 теңге бұл. Егер социальный отчислениеңіз 3000 теңгеден көп болатын болса, соцналогты төлемейсіз. Егер аз болатын болса, төлейсіз. Подоходный налог бізде КБК 101-202, социальный налог КБК-сы 103-101. Бұны Каспи арқылы төлесеңіздер